Тараз сервис және технология колледжінің студенттері, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Мен сіздердің оқытушыларыңыз Телгазиева Гүлназ Қанатбекқызы. Бүгін сіздермен Қазақстан ынтымақ ордасы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты отан, ынтымақ құндылықтарының мәнін ашып түсіну. Еліміз ынтымақ, береке, бірлік, отбасылық құндылығын бағалау. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзін Төле бидің шешендік сөзінен алып отырмыз. Бірлік жоқ жерде тірлік жоқ. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Ой қорыта отырыңыздар. Осы күнге біздің еліміз, бүкіл әлем коронавирус індетіне байланысты күрделі кезеңдерден өтіп жатыр. Бірнеше күн бұрын тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Бірлесе білген ел бәрін жеңеді» атты мақаласын жариялаған болатын. Осы мақалада мынандай сөздер бар. Береке бірліктің алмайтын қамалы, бағындырмайтын биігі болмайды. Тәуелсіздік жылдары қол жеткізген барлық табысымыздың қайнары ең алдымен халқымыздың береке бірлігі деген екен. Бізді осы бірлігімізден, тірлігімізден айырмасын, құрметті студенттер. Ең басты біздің міндетіміз шыдамдылық, төзімділік және жауапкершілік қағидаларын бірге орындау. Ал енді оқып үйренейік айдарымен келесі бейне үзікті көруге. Тарихын саралайтын болсақ, адам баласынан небір түрлі сынақтар өткенін білеміз. Бүкіл халық болып, жұдырықтай жұмылып, сабыр сақтап, адамзатқа төнген коронавирус індетінен тек шынайы төзімділікпен шыға аламыз. Ауру індеттің барлығын жеңеміз. Ол үшін біз бір-бірімізді үрейге апармауымыз керек. Еңбектеген баладан, еңгейген кәріге дейін елімізде енгізіліп жатырған тәртіпке бағынып, денсаулығымызды басты назарға алуымыз қажет. Барлығымыздың азаматтық жауапкершілігіміз осындай сәтте сыналады. Тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпке бағынбаған ел болмайды дегендей, біздің халқымыз небір сауалдарды шынайы бірлікпен, ынтымақпен, сабырлықпен жеңген. Халқымыздың жарқын болашағы тек қана бірлікте. Біз бір ел болып, бір-бірімізге қол ұшын созатын болсақ, кез келген қиындықтарды еңсереміз. Қазіргі таңда бізге уақытпен сыналған шыдамдылық пен бірлік керек. Біз біргеміз. Біз тарихымызда небір қиындықты бастан өткерген халықпыз. Сол сынақтардан ең алдымен береке бірліктің арқасында сүрінбей өттік. Бүкіл халықты жұдырықтай жұмылуға, сабыр сақтауға шақырамын. Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге еңсереміз деп сенемін. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз біргеміз. Ендігі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғарыда мақаласында жастарға мынандай үндеу айтылған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жоғарыда айтқан осы үндеуіне байланысты бір күнге, бір аптаға, бір айға жоспар құрастырыңыздар. Жоспарларыңызды міндетті түрде жүзеге асыруға тырысыңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақта ең құнды, ең маңызды деген мәліметтермен таныстыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.